Ассалаумағалейкум. Мен бүгін сіздерге өзім өте дәмді етіп тауықтың сорпасын қалай даярлайтынымды көрсетемін. Бисмиллах деп қазанға 2-2,5 литр су құямыз да тауықтың көлеміне байланысты су құйылады. Мұнда шамамен тауықтың еті 250-300 грамдай. Суымыз сәл қайнауға таяу қалғанда бетіндегі көбігін сылып аламыз да бір пиязды түбіне дейін жеткізбей 4-ке бөліп қазанымызға саламыз. Бір сәбізді, егер сәбіз үлкен болған жағдайда жартысын, 4-5 картопты турап өз қалауыңызша қазанға саламыз. Егер сіз бір бүтіндей тауық етін асатын болсаңыз, оның көлеміне байланысты 5 литр суға дейін судың көлемін көбейтуге болады. Мұнда бір ас қасық тұзымызды, жарты шай қасық бұрышты, бір шай қасық паприканы асықпай жайлап қазанымызға саламыз. Және 2 лавр жапырағын салып жақсылап бір араластырамыз да қазанның бетін жауып қайнағанша қалдырамыз. Толықтай жаппаймыз, қазанды сәл ашық қалдырамыз. Қазанымыз қайнады. Шамамен бір 10-15 минут қайнауға қалдырамыз. Тауықтың еті тез пісетіндіктен тауықтың етін 15 минуттан аса уақыт қайнатқан соң аламыз да етін сүйектен бөліп ажыратып аламыз. Және де пиязды алып, пияздың енді керегі жоқ, оны тастай берсеңіздер болады. Және тауықтың етін сүйегінен ажыратып майда етіп тураймын. Балаларым жасы өте кішкентай болғандықтан, егер сіз өзіңіз қаласаңыз, бүтіндей сүйегінен ажыратып бөліп сорпаға қоссаңыздар болады. Және де бір ас қасық аскөк пен көк желкенді кепкен салып, тұзын тағы бір қайтара тексеріп толықтырып саламын да қазанды жақсылап араластырып тағы бір 5 минутқа қазанды жауып қалдырамын. 5 минуттан соң тамағымыз, асымыз дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Біздің YouTube арнамыздың видеолары, ас мәзірлері ұнаса, каналымызға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Каналымызды қолдап, комментарий бөліміне пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Лайктарыңызды, лүпілдеріңізді аямай басыңыздар. Келесі ас мәзірінде кездескенше сау болыңыздар. Баршаңызға көп рахмет аспаз анадан.